Бүгін наурыздың 25-і. Коронавирустық әлемдік санды мәліметтерге келсек, әлем бойынша коронавирусты жұқтырған елдер 170-ке жеткен. Ал коронавирусты жұқтырған адамдар 4,225,493. 18,963 адам қайтыс болған, 109,191 адам қазіргі жағдайы жақсы. Коронавирус жұғымдалған алдыңғы 5 елді айта кетсек, бірінші Қытай 81,637 адам жұғымдалған, 3,285 адам қайтыс болған, 73,770 адам қазіргі жағдайы жақсы. Екінші Италия 69,176 адам жұғымдалған, 6,820 адам қайтыс болған, 8,326 адам қазіргі жағдайы жақсы. Үшінші Америка 55,225 адам жұғымдалған, қайтыс болғандар саны 802-ге жеткен, 354 адам қазіргі жағдайы жақсы. Төртінші Испания 42,058 адам жұғымдалған, қайтыс болғандар саны 2,991-ге жеткен, 3,794 адам қазіргі жағдайы жақсы. Бесінші Германия 33,593 адам жұғымдалған, қайтыс болғандар саны 164-ке жеткен, 3,299 адам қазіргі жағдайы жақсы. Ал еліміз Қазақстанға келсек, жұғымдалғандар саны 79-ға жетіпті, қайтыс болғандар саны жоқ, жұғымдалғандардың қазіргі жағдайы белгісіз. Ал айта кететін бір жайт, наурыздың 21-інде қайтыс болғандар саны 3 деп көрсеткен, ал бүгінгі көрсеткіш бойынша 0 деп көрсетіп тұр. Мүмкін сол кезде техникалық қателіктер болған болуы мүмкін. Коронавирустық санды мәліметтер бүгінге осы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.